ki жігіттердің біреуі арасында пушкештеу екен қашағанға Есқали деген сұқының үйіне қосады. Құдай қонақ болсаңыз, мына Есқали құдайына қарағанын сол үйге барсаңыз болады дейді. Содан қашаған көрсеткен үйдің алдына барып, ассалаумағалейкум деп хабарласатын кім бар деп дауысын көтеріп амандасады. Үйден бір келіншек шығады, хал жағдай сұрасып, мән-жайды түсіндіргеннен кейін үйге кіріп бара жатқан қашағанды жаңағы келіншек әдепсіздеу болса керек, жер қар үй-тар қонаққа сақтап тіккен үйіміз жоқ деп өңменнен керейді. Қарға, мұзбалаққа аяғы тайып жығылған қашаған өзінен өзі. Жаз болса, мен осы үйге қонбас едім, ай, өлеңім 14 жастана жолдас едім, жолдас едім. Майсыпы хан әкімнен хабар болсаң, сен өлеңмен қашаған болмас едім. Осы үйге қона алмасам мағансың, тұтқыны шаға алмасаң сағансың деп, қолына домбырасын алып, жаңағы келіншекке қарап мына сөзді айтып жатыр. Бұл үйдің кеттеп отырам келіншек аяу, әй кетуге ұстап отыра еріншегім, еріншегім. Жас жігіт қонам десең ай қондар едің, ай ұстар ед сонда сенің көңілшегің, ай көңілшегің. Мен келдім қонатұғын уағымдай, қондырсаң алар едің сабабымдай. Айтасың ақылыңның жоқтығынан, ажарлы жаңа түскен уағыңдай. Пейілің мұнша неге қуырылған, шапқанда жүйрік едім аузы бұрылған. Сыртымнан естіген жұрт әуеседі-ай, тұлпардай шығып жүрген дыбылымнан. Жас жігіт қонам десе қондер едің, ай көрем де сақалымның бұрылынан. Айтқан сөзің ай жарқа жығып,